уәждемен болмаса да тәртіппен алға жылжу. Біз қазіргі заманда бір істі бастау үшін алдымен уәждеме қажет деп ойлаймыз. Ішімізден бір түрткі, бір от пайда болып, шабыт келгенде ғана әрекет етуіміз керек сияқты деген ойдар пайда болып жатыр. Әсіресе жастар арасында, біздердің арасында көңілім жоқ, шабытым жоқ, уақытым бар, бірақ қазір істегім келмей тұр деген сылтаулар күнделікті құбылысқа айналды. Бірақ мен өз өмірімде бір нәрседі анық түсіндім. Уәждеме бұл жақсы нәрсе, керек нәрсе, бірақ ол сенімді емес. Ал сенімді нәрсе бұл тәртіп. Биыл менде бір маңызды қорытынды бақылау жұмысы болды. Көп нәрсе сол тапсырманың нәтижесінде байланысты еді. Уақытым да болды, керек материал да болды, қолымда болды. Бірақ мен не істедім? Бір апта дайындалып жүрдім. Соңғы күнге дейін барлығын шегере бердім. Бүгін шаршадым, басым қатып тұр, ертең тынығып алып оқимын деп өзімді жұбаттым. Сөйтіп жүргенде қорытынды бақылау жұмысы да келіп қойды. Нәтижесінде көңілден шықпады. Ал мен іштей өкіндім, ашуландым, бірақ сол сәтте түсіндім, менің өмірімдегі бұрылыс нүктесі болды. Сол кезде мен дәл осыны түсіндім. Уәждеме келіп кететін қонақ, ол кейде келеді, кейде жоқ. Ал өмір тұрақты қозғалысты талап етеді. Сол себепті сенің мақсатыңа уақыт күтіп тұрмайды, сенің көңілің болмағанын ешкім есепке алмайды. Нәтиже тек әрекетпен келеді. Сол себепті сол бақылаудан кейін мен күн тәртібіне өзгеріс енгізуге тырыстым. Мен уәждемені күтпей-ақ тек белгілі бір уақытты бекіттім. Мысалы, күніне 30 минут мейлі аз болсын, бірақ тұрақты жұмыс жасау деген мақсатты қойдым. Басында өзімді қатты қинадым, жасағым жұмысты келмеді. Бірақ бір аптадан кейін бұл қалыпты жағдайға айналды. Тәртіпті мен құрдым, сосын таңғалдым. Кей күндері тіпті жоспардан көп нәрсе істеп үлгердім. Мен байқаған тағы бір нәрсе болды. Кейде дәл істей бастағаннан кейін барып уәждеме пайда болады. Яғни бәрі керісінше, алдымен әрекет, сосын шабыт келеді. Басында сен ештеңе істегің келмейді, бірақ 5 минуттан кейін ғана барлық шабыт, әрекет келе бастайды. Ой ашылады, көңіл көтеріледі, және өзіңде таңғаласың нәтижелерге. Және осы құбылысты мен басқа әйгілі адамдарда да байқа бастадым. Мысалы, Майкл Фелпс олимпиадада чемпионы. Ол күн сайын таңғы 5-те суға түсіп жаттығу жасаған. Ол былай деп айтатын өзінің шәкірттеріне: мен әрдайым уәждемемен жаттығуға бармаймын, бірақ мен әрдайым жаттығуға барамын. Сол сияқты Стивен Кинг, әлемге танымал жазушы, күн сайын демалыссыз 2000 сөз жазады, шабытты күтпейді. Ол жазуды жұмыс деп қабылдайды. Нәтижесінде ондаған бестселлер, миллиондаған оқырмандар бар. Сол себепті біз сәтті адамдарды сырттай көргенде олардың уәждемелері көп, шабытпен өмір сүреді деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде біз олардың тәртібін көреміз, біз нәтиже көреміз, ал оның артында күнделікті жұмыс, қиын күндер, ішкі тәртіп жатыр. Сәттілік сол себепті кездейсоқ емес, ол тәртіптің жемісі мен нәтижесі. Қазір мен уәждеме бар ма, жоқ па сұрамаймын. Мен өзіме былай айтамын: менің мақсатым бар, бүгін соған қандай кішкентай қадам жасай аламын. Кейде ол тек қана 10 минуттық оқу болады, кейде бір бет жоспар жазу, бірақ мен білемін, күнделікті әрекет үлкен жетістіктерге апарады. Сол себепті көрермен, егер сенің де бір арманың болса, бір бағытың, бір жоспарың болса да, уәждеме келгенін күтпе. Ол мүмкін келмей қалады. Бірақ тәртіп сенің қолыңда әрқашан тұр. Ол күн сайынғы шешім, ол ұсақ әрекеттердің күші. Бүгін бір бет оқы, ертең тағы бір кішкентай қадам жаса, сосын тағы солай жалғаса береді, және сол себепті табысқа жете аласың. Назарларыңызға рахмет.